Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі видеода біз электромонтажға қажетті кабельдар мен автоматтарды дұрыс таңдау, қалай таңдаймыз, соны қарастырамыз. Бұл видео болашақта кім үй салғысы келеді, кім үй салып жатыр, және үйдегі электр проводканы ауыстырғысы келетін жаңадан, соларға өте қажетті болады. Және де дұрыс таңдалған кабель, автомат сіздің үйіңізді қорғайды, адамдарыңызды қорғайды, үйіңізді өрттен қорғайды. Сондықтан бұл сұраққа өте қатты көңіл бөлу керек. Тағы да айтып кететінмін, бұл видео тек қана біз мыстан жасалған кабельдерді қарастырамыз. Медтан жасалған, яғни орысша айтқанда мыстан жасалған кабель. Негізі кабельді таңдауды және оны қорғайтын автомат таңдауды мен 5 қағидаға бөлдім өзім. Сол қағидаларды қазір қарастырамыз. Бірінші қағидасы: біз жалғыз өткізгішті сымды қолданбаймыз. Біз тек қана кабельді қолданамыз монтажға. Жалғыз сымды өткізгішті қолдануға болмайды. Кем дегенде ішінде 3 өткізгіші бар, бір-бірінен оқшауланған және сыртында 2 изоляциясы бар, кем деген 2 изоляциясы бар кабельдерді қолданамыз. Тек қана бір өткізгішті сымды қолданбаймыз, оны қолдануға болмайды монтажға. Соны естеріңізге сақтаңыздар. Екінші қағида: біз ПВС, ШВВП маркалы кабельдерді қолданбаймыз, оларды қолдануға болмайды. Тағы да айтайын, ШВВП және ПВС, өйткені олар гибкий кабель деп атайды. Оларды ішкі монтажға қолдануға болмайды. Біз тек қана ВВГ маркалы және қазіргі жаңа шыққан ағылшынша NUM деп аталады, сол маркалы кабельдерді қолдануға болады. Үшінші қағида: дүкенге барғасын электромагазинға біз кабельдерді таңдаймыз, сол кабельдің маркировкасы толық болу керек, анық болу керек. Себебі ол олай болмаса, көрінбесе, оның сапасы нашар деген сөз. Ол болашақта сізге үлкен проблема алып келуі мүмкін. Сондықтан оның маркировкасына көңіл бөліңіздер. Маркировкасында кем дегенде оның жасалған заводы, маркасы қандай, және пожары безопасности, өрт қауіпсіздігінің категориясы қандай, соны көрсетіліп тұру керек. Мана айтып кеткенде 2 маркалы ғана біз кабельдерді қолдана аламыз, ол ВВГ және NUM. Сондықтан ВВГ-ні қарастырайық. Мысалы, ВВГ кем дегенде ВВГ, НГ, ЛС деп жазылып тұру керек. Және жақшаның ішінде А деп НГ-дан кейін тұру керек. ВВГ деген ол жасалған материалы, қандай материалдан жасалғаны. НГ деген сөз ол негорючий деген сөз, яғни ол жанбайды өздігінен. Өрт сөнгесін өзімен өзі өшіп қалады деген сөз. А дегеніміз өрт қауіпсіздігінің категориясы. ЛС деген сөз газ бен түтінді аз мөлшерде бөлінеді деген сөз. Және А жағында өткізгіштің саны 3 минималды болу керек. Және сечениясы, көлденең қимасының ауданы. Біздің жағдайда ол 1,5 мм квадрат. Және ГОСТ деп тұру керек, или ТУ деп тұру керек. Қандай ГОСТпен жасалғаны жазылып тұру керек. Осыны толық түрде кабельді қарап алыңыздар, сатып алар алдында. 4-ші қағида: көлденең қимасының ауданын таңдау. Көлденең қимасының ауданы деген өте қиын. Сечение деп атай берейін. Орысша сечение деп атайды, сечениясын таңдау кабельдің. Біз білеміз, минималды үйде кабельді 3 өткізгішті кабель болу керек. Бізде көбінесе үйде 2 жүйе болады. 2 контуры деп атайды. Жарықтандыру контуры және розеткалар контуры.
және қуаттылығы жоғары электр қондырғыларының контуры болады. Ол мысалы электрический плита деп аталады, духовка электрический. Олардың қуаттылығы жоғары 5-4 киловаттан. Оларға бөлек контур істелу керек. Біз жарықтандыру контурына кем дегенде 1,5 мм квадрат сечениясы болу керек, өткізгіштерді таңдау керек. Розетка контурына, розеткалар, кәдімгі розеткалар контурына кем дегенде 2,5 мм квадрат сечениясы бар өткізгіштерді қолдану керек. Одан төмен қолдануға болмайды. Үшінші, қуаттылығы жоғары электр қондырғыларға минималды 4 мм квадрат сечениясы бар өткізгіштерді қолдану керек. Соны есте сақтаңыздар. Егер сіздің электріңіз жасап жатқан 0,75, 0,5 сечениялы маркалы өткізгіштерді қолданғысы келсе, оған келіспеңіздер. Олай істеуге болмайды. 5-ші қағида. Сол кабельдарды қорғайтын автоматты таңдау. Бұл 5-ші қағидаға бөлек видео шығарам әлі. Неге олай екен? Ең басты есте сақтаңыздар. 1,5 мм квадратты қорғайтын кабельдің номиналды тоғы 10 амперден аспау керек. 10 ампер болу керек. Одан жоғары қоюға болмайды. 2,5 мм квадратты қорғайтын автоматтың номиналды тоғы 16 ампер болу керек. Естеріңізге сақтаңыздар соны. Одан жоғары қоюға болмайды. Ал жоғары электр қуаттылығы жоғары қондырғыларды қорғайтын автоматтар енді неге байланысты? Сол қондырғының қуаттылығына байланысты болады. Егер сіз 4 мм квадрат кабельді қолдансаңыз, автоматтың тоғы, номиналды тоғы 20 ампер болды. Сол, ең бастысы есте сақтаңыздар. Жарықтандыру жүйесіндегі қолданылатын 1,5 мм квадратты кабельді қорғайтын автомат 10 ампер. Одан жоғары қоюға болмайды. Розетка группасын қорғайтын автомат 16 ампер. Одан жоғары қоюға болмайды. Автоматты ажыратқыштардың жұмыс істеу принципімен танысқыларыңыз келсе, астта видеоның ссылкасы бар, қараңыздар. Толық информация сол номиналды тоғы дегеніміз не, барлығы не, сода көрсетілген. Осы видео ұнаса лайк басыңыздар, жазылыңыздар. Бұдан да қызықты видео салуға тырысамын, жақсы качествода. Бұл информация сіздерге керек. Өйткені электр монтаж ол үйдің үлкен бір бөлігі. Егер қабырғадағы кабель кетсе, болды, барлық ремонтыңыз жая кеткен сияқты. Сол қабырғаны қайтадан сындырып, алып, сол қабырға қайтадан ремонт жасауға тура келеді. Обой бөлінеді, барлығы бөлінеді. Сондықтан электр монтажды дұрыс жасаған, дұрыс материалдармен жасаған жөн. Рахмет сіздерге, сау болыңыздар.